Армысыздар, арлы қазақтар. Қал жағдайларыңыз жақсы ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Енді мұнда біз кешегі әңгімені де салдық, видео қылып. Бұл жерде ол интернетке де түсті, ютубқа. Жан-жаққа бұл жердегі өнегелі, аталы сөздерді, мағыналы әңгімелерді мүмкіндігінше біз жаңағы халыққа таратып отырамыз. Сөйтіп, халық өзінің кім екенін білуіне, жаңағы жауапкершілікті алуына біздер үлкен сол жаңағы өзіміздің шамамыз жеткенше жұмыс істейміз деп шешкенбіз. Сол үшін ашылған бұл жер. Енді мынау өлеңді тыңдап отырып, өзімде бір терең ойға кетіп отырмын. Негізінде қазақтың жарқын, қазақтың керемет мінезін қайтарсақ, біз бұлай бір-бірімізге қарап жалынып отырмас едік. Басымызды біріктірейік, біз қазақ сондай болғанбыз деп. Біз оған сондай әңгіме айтатын адамға таңырқай қарар ма едік, кім біледі. Бүгінде енді сәл-пәл өзгешеміз, өкінішке орай. Ол мысалы сыртқы идеологиялардан, оны айтып жатырмыз ғой. Соның бәрін қайтаруымыз керек. Ол жоқта емес, арамызда бар. Мысалы мінез, құлық адамның, қазақтың, тек өзіміз соны елемей, еліктеп басқаның қаңсығын таңсық көріп, соған қарай қызықтап, ұмтылып, сондай жасап жатқан жағдайымыз бар. Негізінде өзімізде тұр ғой бүкіл қасиет. Мысалға мынау қазақтың амандығы. Енді мен бала күнде ауылда еститінмін үлкендердің амандықтарын, ұзыннан ұзақ кеткен. Қазір мен байқаймын, батыс жақтағы ағаларымыз сол жақтағы топтарға мені көп қосады. Енді мен қазақ тілді болғасын шығар, көңілдерін ұнағасын шығар, әйтеуір сол жақтағы топтардың мен бір 10 шақтысында бар шығармын. Сонда сол батыс жақтағы ағаларымыз амандасқанда кәдімгі осындай дауысты хабарлама жібереді, амандасқанда ұзақ сонар кетеді. Үй ішінің хал жағдайын, өзің денсаулығың жақсы ма, әке-шешең аман ба, бала-шағаң аман ба, осының барлығын сұрап шығады. Бұл деген керемет қасиеті ғой қазақтың. Қазақ, бұл мысалға бір психологтың кітабынан оқыған, адам өмір бақи басқа адамға көңіл аударуға үйренеді деп жазылғанда. Ол демек көңіл аудармай қойған елдердегі психологтың жазғаны ғой енді. Қазақта бар қасиет қой ол. Сен басқаға көңіл аударып, оның қал жағдайын сұрап, әке-шешесінің қал жағдайын сұрау, бұл деген керемет не ғой, қасиет. Өзімшілдіктен ада, кең пейіл, жанашыр, бір-бірін бауыр көрген халықтың амандығы. Бұндай қасиеттер бізде әлі де бар. Бұның бәрі оянса, біз қазір шырылдап жүрген азғана белсенді емес, иін тірескен халық болып тұрушы едік. Енді соның бәрін қайтару ғана қалды бойымызға. Бізде бар қасиет, біз біреудікін алмаймыз, біреуден сұрамаймыз. Біздің қасиеттеріміз, қазақтың қасиеті. Тек қана бізге соны ұмыттыруға жанталасқан идеологиялардың әсерінен біз көп нәрседен айырылғанбыз. Соның бәрін қайтарып, оның мән-мағынасын терең түсіне білген жағдайда бізде өте керемет өзгерістер болады. Кеше мынау Қайрат Дәуітқұлтегі ағамызбен бір сұхбат өтті. Енді өте тамаша сұхбат, ойланған адамға біраз әңгімелер айтылды. Осы жерде менің байқағаным, маған да жекеге шығып жатыр. Осы жердегі аталы сөздерді айтып отырған ағаларымызға да жекеге шығып жатыр екен. Жаңағы дұрыс болды, осы жаңағы топтың ашылғаны, уайымдап жүредік деген сияқты сарындағы әңгімелер. Менде осындай ұсыныс бар деп айтып жатқан адамдар бар. Солардың барлығын мысалға ортаға тастап отыру негізгі мақсат болған. Осы жерде түбі мысалға зиялы қауымды жинасақ деген мақсат болған. Оған да жетеміз біртіндеп. Енді адамның саны көбейсін деп асықпай отырмыз. Бірақ та оған да жетеміз. Солай ортамыздан, халықтың арасынан суырылып шығып, жаңа халыққа, елге, болашаққа жанашып жүрген ағаларымыз, апаларымыз болса, бауырларымыз болса, жаңағы соның бәрін ортаға тастап ойларды. Осы жерден ертеңгі күнімізге өзіміздің жаңағы бағдарламамызды жасасақ қандай керемет. Халықтың жүрегінен орын табатын бағдарламаны, мақсатты, идеологияны біз өз халықтан сұрағанымыз дұрыс шығар бір жағынан. Солай жасасақ. Енді
бәріміздің басымызды қаусатын ол тұлға емес, ол идеология болу керек. Кешегі айтылған әңгіменің тоқетері осы. Өйткені кез келген тұлға ол пенде адам болғаннан кейін ол бұзылады, және ол адам болғасын ол өмірі де мысалға шектеулі дегендей. Ол кеткенше тек қана соның аузын бағып отырсақ, ол қанша жерден адал болса да, бірақ өмір бақи адалдықтан танбай жүру деген ол адам қателеседі ғой қайтсе де. Кешегі ағамыз да дұрыс айтты, Қайрат ағамыз. Ол сүрінсе артындағы барлығы бірге, сонымен бірге кетеді деп. Сондықтан бізге керемет бір өте дұрыс бағыттағы идеологияны жасауымыз керек. Осы жол, осы орайда ақыл қосатын ағаларымыз болса, айтатын ағаларымыз болса, ортаға шақырамыз. Осы жерде айтыңыздар ойларыңыз. Оның бәрін біз ютубқа, каналға, жаңағы интернетке шығарамыз. Халық не айтады екен? Міне осы бағытта болу керек. Және халық өзі осылай ұмтылып ойларын айтып, ертеңгі күнге мінекей осындай бағдарлама, мысалы осындай жоба, осындай жол бар, міне осыны қолдаймыз деп өздері айтып, соны және пісіріп осы жерде нақтыласақ, кім біледі, ертеңгі күні халық сенімі пайда болар. Қайткен күнде де халықтың сенімі бізге керек болып отыр. Мынау елдің қиын жағдайынан шығару үшін халық серпіліп шығу керек, ол бір нәрсеге сену керек. Ол сенетін идеология керек. Соны жасау керек негіз. Ол өзін бізге, осы жердегі отырған адамдарға сондай жаңағы мақсат болу керек бізде. Негізі бір жоба бар. Осы халыққа ақырын жеткізіп жатқан жобамыз бар. Оны енді бірақ заңның тіліне аударып, әбден қағып соғып, анау кем-кетіктерін түзеп, әлі де түбегейлі дайындадық деп айта алмаймын, бірақ та ойда бар. Оның енді жобасы негізі былайша бар бізде. Соны шама жеткенше түсіндіруге тырысамыз. Ол енді бір жаңағы біз ерте заманда мысалға біздің бабаларымыз барқандығы, дүниеге қызықпаушылығы, олардың жаңағы жетім жесірдің болмауы, жаңағы қайыршылардың болмауы, олардың барлығы мынау сананың бір деңгейде болуы ғой. Ал бірақ ол сананың ол деңгейге жетуі, ол менің ойымша сол ол кісілердің дүниеге қызықпағандығынан. Ал дүниеге қызықпаған себебі олар мысалға отырықшы болған жоқ, олар көшіп қонып жүрген ел болды. Көшіп қонып, ол мысалға кең далада еркін жүрген адамдар, және олар ешқандай мысалға біз қазір қалай ай сайынғы қаражатқа мұқтажбыз. Біз сол қаражат болса ғана бізде өміріміз әйтеуір бір деңгейде болады. Кез келген сол кездің өзінде жаңағы отырықшы елдердің санасы осылай болды, мысалы саудагер сана. Ол саудагер сана қайткен күнде де ол пендешілік, ол жерде қайыршылар да көп болады, ол жерде әрбір адам сол өзімшілдікке бейім болады, менің ойымша. Ал енді біздің бабаларымыздың дархан мінезі сол өздерінің көшіп қонып жүрген, өздерінің емін еркін, мұқтажсыз, әрбір заттың бәрін ақшаға сатып алмайтын, оның бәрі үйінде, өзінде бар. Солай өмір сүргендіктен олар солай дархан болған деп ойлаймын өзімше. Менің ойымша солай. Ал енді қазіргі уақытқа біз оны қалай бейімдейміз? Қазіргі уақытта қалалық өмір болса, біз оны бейімдеуіміз қиындау болады, менің ойымша. Сондықтан қазіргі уақытқа бейімдейтін негізі жоба бар. Ол мысалға әрбір жанұяға 1 гектардан беру. Және оны жаңа салықтан босату. Негізінде Қазақстан халқының барлығын 1 гектардан жер беріп, осындай атақоныстарға шығарған жағдай болғанның өзінде 2% Қазақстан жері жұмсалады екен. 2%. 98% бос қалады. Ауыл шаруашылығын жасайсың ба, мал шаруашылығымен айналысасың ба, не істеймін дейсің, завод тұрғызасың ба, оның бәріне ана 98% жетеді. 19 миллион халыққа жаңағы 2%. Ал 2 гектардан болса, онда мысалға коммуникациясын апару, басқасын апарып, барлығын қалпына келтіргеннің өзінде әр кетсе бір 4% жұмсалады. Егерде әрбір жанұяға 2 гектардан берсе. 96% бос қалады. Басқа шаруаларға ол жетеді емін еркін. Ал енді бұл 2 гектар жер, ол атақоныс, ол жер экологияның болмысын қайтаруда, және жаңағы қазақ айтады ғой,
атадан мал қалғанша тал қалсын дейді. Ол жерде ағаштар, талдар, жемістер, олардың барлығы мысалға жыл сайын жемісін төгіп тұратын сондай жағдайға табиғи болмысқа негіздеп жасаса, ол жыл сайын сіз күш салмайсыз, бірақ жыл сайын жемісін төгіп, ол экологиялық таза өнім, сіз емін-еркін жаңағы былайша айтқанда жоқшылық, мұқтаждықтан құтылады ондай жанұя. Түгелімен құтылады. Бұның артында орысша айтқан цепная реакция, бұл бәрі бір-біріне жалғасып кете береді. Ол демографияға да оң әсерін береді, экологияға да керемет әсерін береді. Ол жанұяның бақытына да керемет әсері бар. Және мына қарттардың жаңағы қараусыз қалуына да тоқтау болады, жетімдердің болмауына да тоқтау болады. Мысалға қалалық өмірдегі балалардың үрейі, мысалға бәрі есік алдына шығаруға қорқады, уайымдайды дегендей. Ал 2 гектар экологиялық таза ауасы бар, жеміс-жидегі керемет. Сондай жерде балаңызда емін-еркін шапқылап, ауылдың баласы қалай? Ол жерде тіпті керемет мысалға. Ал таза ауада, таза жерде өскен баланың денсаулығы да мықты болады, және оның ақыл-ойы да керемет болады мысалға. Жаңағы кемтар аурулардың барлығы тоқтайды мысалға, былайша айтқанда. Ол да жоққа дейін барады, жоқ болуы да мүмкін, жоқ болып кетуі да мүмкін. Өйткені денсаулық мықты болады, ауа таза және экологиялық өте жоғары сапалыдағы жеміс-жидек мысалға. Осының барлығын жаңағы бір жанұяға әр кетсе 2 гектар беру арқылы шешуге болады. Бірақ бұл атақоныстық жер, ол мал шаруашылығына арналмаған. Ол тек қана жаңағы табиғи болмыстағы жаңағы қонысыңызды жасау үшін. Мал шаруашылығына жаңағы бәленбай 4% кетсе осы атақонысқа, 96% бос қалады. Ол жерде емін-еркін мал шаруашылығын жасауға болады мысалы үшін. Осындайда бір керемет ой бар, осындайда бір керемет жоспар, жоба бар. Оны да әлі таныстырамыз. Бірақ та осы жағынан да ізденіп, ұмтылып, жаңағы ой қосқан адамдар көп болса, осы жағына ұйымдаса білсек керемет.